Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Біз Photoshop бағдарламасымен жұмыс жасауды жалғастырамыз. Бүгін біз екі объектіні біріктіру арқылы, яғни өзіміздің қолымызбен жазылған сөйлемдерді қалай бір объект жасау керек екенін түсіндіріп өтеміз. Мысалы, сіз өзіңіз телефонды алып, жаңағыдай өзіңіз қағазға жазып, сол суретке түсіріп, кейін Photoshopқа салсаңыз болады. Немесе интернеттен қалаған ручкамен жазылған сөйлемдерді алып, сөйтіп, осыларды Photoshopқа салып өңдеуге болады. Мысалға, мен қазір мына жерде екі сурет алдым. Бұл актер және ручкамен жазылған сөз. Қазір Photoshopқа тастаймыз. Бізге прямоугольная область мына инструмент қажет. Дұрыс болмай қалды қазір. Осыны алайық. Перемещение инструмент арқылы өткіземіз. Мына сурет бізге қажет емес. Енді осыны жеңіл трансформация арқылы үлкейтіп кішірейтуге болады. Мен өзіме қажетті орынға алып барайын, өзіме ұнайтын жерге. Және бұл жерде применить трансформация қолданамын. Енді осы жерде нормальный дегенді біз умножениеге қоямыз. Байқап отырсаңыздар, артқы фон жоғалып кетті. Енді изображение, регулировка уровеньге барамыз. Осыны бармай тұрып бір нәрсе түсіндіріп кетейін. Мен егер маған қажетті облыстан мен қазір былай кетіп қалсам, сөйтіп барып изображение, регулировка уровеньді басатын болсам, бұл басқа операция болады. Бұл басқа жағдай. Егер де мен өзіме қажетті облысты басып, көрдіңіздер, белгіленді. Одан кейін изображение, регулировка уровеньге барамыз. Бұл енді келесі процесс. Сөйтіп, ең соңғы линейканы жылжытамыз. Мен жылжыту барысында жайлап қарап отырсаңыздар, артты фон жойылып жатыр. Көрдіңіздер ме? Артты фон жайлап жойылып жатыр. Жайлап жылжыта беремін. Нақты жайлап оңға қарай жылжытамын. Сақтаймыз, окей. Мына біз сақтамай қойсақ та болады. Енді қарап отырсаңыз, біз өзіміздің облысымызды үлкейтіп, кішірейтіп, өзімізге қажетті қылып қойсақ болады. Оқушылар бұл сабақ түсінікті деп ойлаймын. Яғни бүгін біз өзіміз қолмен жазылған, немесе интернетте ручкамен жазылған, өзіміз қолмен ручкамен жазылған сөйлемдерді жаңа келесі бір суреттерді объектілерге біріктіруге болатын жолын қарастырдық. Бұл сабақ әлде жалғасын табады. Сұрақтарыңыз болса комментария жазыңыздар. Бұл сабақты таратуды ұмытпаңыз, подписаться етіңіздер және толық көріңіздер. Сау болыңыздар.